Ассаламу алейкум баршаларыңызға. Оңтүстік Кореядан Инчон қаласынан жалынды сәлем. Инчон қаласының атақты районы Саданжи деген район. Бүкіл қазақ бауырларымыз, өзбек ағайындар, қырғыз ағайындар барлығын тұратын жері осы. Енді қазір мен бет алды кетіп баратырмын, шынымды айтсам. Бүгінгі влогтың да бір қызық болатын бір тұсы, ерекшелігі. Түрімді көрсетпей, осылай сіздерге көшені, адамдарды, жалпы тыныс тіршілікті көрсетіп, влог түсірем деп шештім. Сол себепті видеоны соңына дейін қараңыздар. Неше түрлі қызықтар көресіздер. Мысалы, мұнда тұрған, анау тұр ғой, Kia деп, Ioniq бе аты, Ioniq емес ау бұл. Электромобильдер қазіргі таңда шынымды айтсам көп кездестіруге болады. Міне Ioniq кетіп бара жатыр. Қарап тұрсаңыздар, электромобильдер өте көбеюде. Кореяның ішінде міне тағы кетті. Шынымды айтсам, мынау Портер тұр ғой. Осындай машинаның өздері қазір электромобильге айналып жатыр. Болашақта бұл Корея бір-екі жылда бір тек қана жаңағы электрлі мобильдерді ғана шығарып, сонымен қатар мемлекеттің өзінде сол электромобильдер ғана жүретін болады деп жоспарлап отыр. Бір-екі жылдың ішінде қалған мотормен жүретін, бензин, соляркамен жүретін машиналардың барлығын алып тастап, барлығын электромобиль қылып жатыр. Енді бүгінгі күн өте керемет, тамаша болып тұр, өзіме қатты ұнап тұр. Бүгінгі күн жүрсең жүре беретін күн болып тұр. Енді бұл жақта адам саны өте көп болғаннан кейін де ары-бері жүріс-тұрыстар көбірек. Біреу сабаққа кетіп бара жатыр, біреу жұмысқа кетіп бара жатыр. Әркім өзінің тірлігімен, енді күйбең тіршіліктің қамы. Мен сіздерге қазір шамал ары барып, Саданжи деген районның кіре берісін көрсететін боламын. Қарасаңыздар, мұнда адам жүретін жолымен үлкен жолдың екі ортасына осындай решетка жасап қойған темірмен. Енді бұлар өте қауіпсіздік ережесін жақсы сақтайды. Тіпті жол ережесінің өзінде бізде кейбір жерде қазекеңдер ештеңе етпейді деп өтіп кететін жерден бұл кісілер тоқтап қалады. Неге десеңіздер, бұл жақта қорқыныш, үрей деген басымырақ. Өйткені денсаулықтың өзіне де көп шығын кетеді, қаржы кетеді. Сол себепті де бұл кісілер көбінесе жаңағы ережені сақтап жүреді. Мына Саданжи деген район кіре берісі сіздерге көрініп тұр ма? Осы Саданжи деген районда бүкіл жан-жақтан жиналған адамдар, шетелдіктер де, түріктер, тәжіктер, одан да басқа елдердің барлығы осы жерде шоғырланған. Қарап тұрсаңыздар, көшелерінің өздері бір ерекше. Маған өзіме қатты ұнайды. Жол ережелерінің өздері де бір өзіндік бір тәртіппен жасалынған. Шынымды айтсам, мысалы, мынау келе жатқан көліктер оң жаққа қарай бұрылатын болса, ол мысалы светофор болатын болса, светофорға қарамай оңға қарай бұрылып кете берсе болады. Әрине, енді мұн жақтан келе жатқан көлікті қарау керек. Егер бұл жақтан келетін көлікті өткізіп барып өтетін болса, онда ешқандай бір проблема болмайды. Сол себепті тек қана оңға жүретін жүргіншілер оңға қарай бұрылатын. Ол кісілер ешқандай алаңсыз өте береді. Светофор жаңағы бір кедергілерсіз. Енді ол жерде светофор болғанда, мысалы, пешеходтың светофоры жанып қалуы мүмкін, адам жүргінші жолдың. Ал сол светофорды өткізіп барып өтетін болса, ешқандай заң бұзылмайды. Қарап тұрсаңыздар, кішкене жасалынған ғимараттар, зданиялар былай айтқанда. Ішінде бәрі бар, бірақ артында сөйлеп келе жатқан мысалы орыс ағайындар. Ағайындар деймін бе, қалай айтады оны?
Енді шынымды айтсам, бүгінгі влог сіздерге қызық болады деген ойдамын. Сол себепті де каналға жазылып, лайктарыңызды басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді, ойларыңызды қалдырып, сонымен қатар мынау қоңыраушаны басып қойыңыздар, Бізде жаңа влогтар алда. Сол себепті де барынша қолдау білдіріп кетіңіздер каналға. Бүгінгі формат сіздерге өте қатты ұнап жатыр деген ойдамын. Өйткені мынандай түрімді көрсетпей, жай ғана осы айналамды көрсетіп, осындай басқаша бір форматта влог шығарайын деп шештім. Мынандай жарнамалар өте көп бұл жақта. Қарасаңыздар, шынымды айтсам, көздеріңіз ауырып кетеді жарнамадан. Неге? Өйткені бұл жақта маркетингі система өте қатты дамыған. Қай жерге қарасаңыз да бір жазуды көресіз, ол жазуда міндетті түрде жарнама. Қалай жалпы жақсы көрініп тұр ма сіздерге? Бұл жақта бәрі тәртіпке бағынады, сол жағы жақсы. Қазір біз жоғары жаққа барып көреміз. Йонсу деген станция бар. Сол Йонсу жаққа дейін барып, не болып жатыр қалада, қалай болып жатыр, соның барлығын тексеріп көреміз. Ал байқасаңыздар, мына көбінесе жылы жаңа көліктер, ескі көліктер мүлде жоқ. Анау тұрған ескі көлік деп айтуға болады. Анда тұрғы портердің алдында. Оның өзінің жылы бір 2007-2006 деп тұр ғой. Міне электромобильдер. Грандеур. Міне SM. Осы машинаның атын тегі жаттай алмай қойдым. Міне жылы жаңа көліктер. 2000 жылғы көліктерден жылдар жоғары жүреді. Бұл жақта тек қана ескі көліктердің барлығын енді қазіргі таңда бір 2 жылдың көлемінде бағана айтып өткендегідей электромобильдерді шығару үстінде. Енді барлық жылы ескі, жалпы мотормен, жанармаймен жүретін көліктердің барлығын аламыз деген сыбыс естіп жатырмыз. Мінекей менің оң жағымда тұрған ар жақта жолдың арғы бетінде мектеп, қателеспесем. Ол мектеп үлкен сыныптың мектебі ма, әлде кіші сыныптікі ма, нақты түсініксіз маған. Біліп те тұрған жоқпын өзім. Бірақ мектеп екені көрініп тұр. Мысалы, бұл жақтағы мектеп оқушыларына жалпы барлық жағдай жасалған деп айтады. Мысалға айтып қарасақ, автобуспен келіп кету, жалпы ішіндегі барлық условия дейді, былай айтқанда жағдайлардың барлығы жасалынған. Білмеймін, өзіме қатты ұнайды деген. Бүгінгі күн керемет болып тұр тегі, маған қатты ұнап тұр. Жалпы кәрістер жайлы ақпарат айта өтсем, сіздерге қызық болып жатыр ма? Менің түрімді көрмей, тек қана видеороликті бүйтіп қарап отқанға бір іштеріңіз пісіп жатқан жоқ па? Сосын бұл жақта мынаны көрсете кетейін. Автобустың қай минутта, қай автобус қай жақта келе жатқанның барлығы осында жазылып тұрады. Тамаша, өзіме бір қатты ұнап жатыр негізінде. Бағанағы ақпараттар жайында айта кетейін. Жалпы кәріс халқы өте еңбекқор халық. Жалпы ерте тұрады және кеш
жатат десем де болатын шығар. Өйткені бұл жақта тек қана жұмыс. Ой, мына кісі жол бермей қойды ғой. Көшелерін қарасаңыз да тар, көшелер тар. Кішкентай көшелер. Бірақ өзіндік бір ерекшеліктері бар. Міне мысалында анау жапондық көліктер, Lexus, Toyota деген сияқты. Жалпы осы кәріс халқы кезінде осы Жапонияның отарында болды ғой. Жалпы біз Ресейдің отарында болсақ, бұлар Жапонияның отарында болды. Көп қысым көрген, сол себептен жалпы жапондық адамдарды да, көліктерді де, сол жақтың өнімдерін де былай айтқанда бір ауыз сөзбен жеп көреді. Енді кім жақсы көрсін? Ол біз ғой, ол жүре береміз ғой. Айтқанына көніп, айдауына жүріп. Құдай сақтасын, енді қазіргі таңда шүкір бәрі жақсы ғой. Бірақ кезінде солай болды ғой, енді жасыратын жоқ. Бірақ бұл жақтағылар өздерінің бір деңгейін көтеріп, сол жапондықтардан асып түсеміз деп, бағана айтып өткендегідей азаннан қара кешке дейін жұмыс жасап, тек қана жұмыспен ғана өздерінің елдерін, жерлерін осылайша дамытып үлгерді. Көп жыл өтпесе де мінекей осындай бір деңгейде. Бұл жақта тағы не айтсақ болады? Кәріс халқы бағана айтып өткендегідей өте жұмысты көп жасайды. Ешқандай ерінбейді. Бұл кісілерде мысалы бізде ойын сауық, күлкі, той-думан болатын болса, бұл кісілерде тек қана жұмыс. Әрине бұл кісілердің де бір қыдыратын уақыттары бар. Жексенбі күндері өздерінше бір бала шағасымен, достарымен қыдырады. Бірақ бұл кісілер қанша бір демалып, мысалы енді ішіп деген сияқты болады ғой, енді бір демалатын адамдар сөйтіп ішеді ғой енді. Сондай адамдардың өзі ертесіне жұмыс болатын болса, жұмысы сағат 7-де басталса да 7-де сол жұмысында отырады. Ешқандай кешігусіз, ешқандай сылтаусыз. Жалпы айтқанда бұл жақта сылтау деген нәрсе жүрмейді. Барынша шынайылық. Адам мен адамның бір қарым-қатынаста бір былай айтқанда шынайы болу керек деп ойлаймын кәрістерді. Бірақ та мен кәрістердің бойынан бір ондай нәрсе көрмедім. Неге десеңіздер, көбісі былай айтқанда эгоист дейді ғой. Сондай адамдарда. Енді өзімнің ойым бұл. Неге десеңіздер, бұл жақта мысалында әйел мен күйеуі болсын, бір келіспей қалып жатса, бір сөзбен болмаса, енді қатты бір төбелеспесе де, ұрып соқпаса да күйеуі жай ғана дауыс көтеріп, бір түрткеннің өзіне бір сотқа беріп, сондай бір үлкен бір проблема создавать етіп алады өздеріне, тудырып алады. Сол жағы бір өте нашар. Міне айтқандай иттерін бұл жақта кішкентай баладан да қатты күтеді. Киімін алып береді, тамағын онсыз да тамақтандырады ғой. Бірақ енді киімдерін көрсеңіздер, өздері үйтіп киінбейтін шығар кәріс халқының өзі. Мышық, ит. Сондай бір жан-жануарға өте жақын халық. Жалпы бұл жақта бағана айтып өттім ғой, әркім өзінің бір эгоистік бір ойлары бар. Енді жалпы адам баласында ондай ой бар, бірақтан бұл жақта қатты бір көзге көрінетін нәрсе сол да. Және де бағана айтқандағыдай ит, мышық деген сияқты нәрселермен өте қатты былай айтқанда үйлеріне кіргізіп, жалпы солармен дос болып, соларға адамға сенгенше, соларға сенгенді жөн көреді ма, сондай менің ойымша.
Енді біз қазір мынау Йонсу деген станцияға келдік. Мына жақта көріп тұрсаңыздар, метроның жері тұр. Енді ары қарай барып көрейік, не болып жатыр екен. Менсіз қала тыныш болып тұр ма, әлде қалай болып жатыр екен? Бір тексеріп қайтайық. Енді бұл жақта маған өте бір қатты ұнаған ерекшеліктері, енді ол былай айтқанда жерінің бір тар болуына байланысты көпірдің үстінен көпір сала береді. Көпірдің үстінен жолдары көп деген сияқты. Сіз навигатормен бір жаққа келе жатып, жол жүріп бара жатып, бір жаңағындай бұрылыстан өтіп кетсеңіз, сізге 5 километр, 10 километрге дейін ары барып айналып келуге тура келеді. Қарасаңыздар, міне барлық жағдай жасап тастаған, велосипедтердің дөңгелегін осы жаққа тіреп, көтергенге ыңғайлы болсын деп. Үстінен қарай, үстінен көрсетейін сіздерге. Дәл осылай болып тұр қазіргі сәтте. Инчонның осы бір районы, ауданы. Бұл жақта мынандай ДАМАЗ деген сияқты көліктер, жалпы Портер сияқты көліктер өте көп. Неге десеңіздер, тура жаңағындай жұмысқа көп берілген адамдар азынан кешке дейін осында отырып ет сатады, жалпы тағы осындай бір істермен айналысады. Бұл жақта құр жататын кәрістер бар ма екен деп ойланам кейде. Қараңыздар жалпы қандай, ә? Сосын бұл жақта мынау светофордан жанбай жатып өтіп кету деген нәрсе болмау керек. Неге десеңіздер, баған айтқандағыдай тәртіпке өте қатты қарайды. Бәрі тәртіп сақтап, тегі бір қарасаң бір қызғасың, алдында бір паркке барып, білсеңіздер, влогымда бар, Эверленд паркке барғанда сондай көп бір кезектің арасында, мысалы бізде бір-бірінің орнына бір таласып, болмаса бір шамал ары кетіп қалса орнына тұрып алып деген сияқты бар ғой енді бізде. Бұл жақта тіпті ондай нәрсені көрмейсіз. Бұл жақта тек қана барлығы шынайы, былай айтқанда честный да. Сіз мейлі 5-6 метрге, мысалында алдыңызда адам тұр, ол адам 5-6 метрге алдына қарай жылжып кетсе, сіз жылжымай тұрсаңыз, сіздің алдыңызға біреу өтіп кету, болмаса сіз бір жаққа, мысалы, шамалы бүйтіп, шет жаққа шығып кетіп қайттан келгенде орныңыз таппай қалу деген нәрсе жоқ та. Бәрі өз ретімен, өз орнымен жұмыс жасайды. Жүреді, халықтарының өзі сондай. Бағана айтып өттім ғой, жалпы бұл жағында эгоистік бір адамның бір сондай ойы бар ғой. Сондай өте қатты деп айтуға да болады. Бағана айтып өткендегідей сотқа да шағымданады. Түсінетіндері де бар, жоқ емес, бәріне топырақ шашуға болмайды ғой енді. Сонда да біздің қазақтарға қарағанда бұл жақта сатып кету, алдап кету деген сияқты нәрселер өте көптеп кездестіруге болады. Неге десеңіз, енді 60 миллионнан аса халқы бар жерде ол нәрсе міндетті түрде орын алады ғой. Біздің өзімізде бір 20 миллион болған шығармыз. 20 миллион халықтан ондай нәрсе күтпейсің да ғой, былай айтқанда. Енді бұл жақта жері аз, содан кейін халқы да көп болғаннан кейін көбінесе бір сондай нәрселері, сондай бір минустары бар.
Одан кейін міне мына жақтағы көлікті тұраққа қойын деп жатыр. Міндетті түрде кез келген осындай сәл ауқымды бір тұрақтарда осылай адамдар қызмет жасайды, міндетті түрде ол. Өйткені бұл жақта енді жаңа жер тар болғаннан кейін, кішкентай болғаннан кейін бір-бірінің көлігін сырып кетуі мүмкін, жырып кетуі мүмкін. Сол сияқты қадағалап барынша сондай бір жақтарын өте қатты қолға алған. Осындай бір қатты бір керемет деп айта алмаймын. Бұл жақта да минустары бар. Былай айтқанда, мен келместен бұрын ойлаған нәрселерім мүлде менің ойымдағыдай шықпады. Тіпті біздің плюс жақтарымыз, мысалы бізге бір пайдасы бар жақтар бұл жақта қолданылмайды, бұл жақта пайдасыз болып есептелінеді. Енді көбісінің сұрауы мүмкін, жалпы кәрістердің барлығы бай ма деп. Жоқ, кәрістердің барлығы бай емес, жалпы барлығы қарапайым біз сияқты халық, жаңа несиеге өмір сүріп жатқан халықтар көп. Бірақ бұл жақта мен таң қалғаным, қанша сіздің ақшаңыз бар болса да, бай болсаңыз да, бір енді өзіңіздің адамның ішкі бір эгосы болады ғой, бір өзін бір жақсылық көрсету, жақсы үйде тұру, жақсы көлік міну деген секілді. Сол сияқты бұл жақта егер бай болатын болсаңыз, болады сізге де жақсы үйде тұрып, жақсы көлік мінуге. Бірақ менің бір қызыққаным, кәрістер ондайға бір қатты мән бере бермейді. Мүмкін ол жақсы бір жағдай, жақсы кісі болу мүмкін, бірақ ол бағана мен айтып өткендегідей бір районды көрсеттім ғой, жаңағы шетелдің азаматтары шоғырланған. Сол сияқты бір райондарда, қарапайым райондарда, қарапайым үйлерде тұра береді. Неге десеңіздер, бұл жақта жаңа жердің тарлығына байланысты үйлерінің өзінің бір бөлмелері ары кетсе бір 3 бөлмеден аспау мүмкін. Мұнда Макдональдс тұр. 3-4 бөлмеден, енді 5-6 бөлмеліктерін табуға болады, бірақ та өте қымбат. Сол себепті байларының өзі бір онда жерге тұрмай-ақ, былай-ақ өмір сүре бергендері дұрыс деп шешетін сияқты менің ойымша. Жалпы сіздерге барлығы түсінікті көрініп келе жатыр ма? Астына бір өздеріңіздің ой пікірлеріңізді қалдырып қойыңыздар, каналға жазылыңыздар, лайктарыңызды басыңыздар. Сіздерге бұдан да бір қызықты, керемет фактілермен, осындай таныстырулармен тағы да байланысқа шығатын болам. Қарасаңыздар, жан-жақтың барлығында мейрамхана, сонымен қатар міне осындай телефон сататын, техника сататын дүкендер, косметика сататын дүкендер өте көп. Бағана айтып өткендегідей қарасаңыздар, қай жаққа қарасаң да жазу көзге түседі, көзіңді ауыртып жібереді. Енді мынау камераның өзіне көрінбей тұрған жазулар бар сіздерге. Менің өзіме қатты көзіме көрініп тұр. Көзіңді ауыртып жүреді, оқуға бір былай айтқанда зауқыңда соқпайды екен. Оқуыңда келмей кетеді. Міне мұнда киім дүкені тұр. Міне мусорлар осылай көшеде осылай жата береді. Қарасаңыздар, керек емес техникалары да жатыр. Но бірақ бұларды бір іске жаратып қолданатын адамдар өте көп. Біздегінде бірден қоқысқа кетіп қалмайды, былай айтқанда. Олар өңдеп, қайтадан басынан бір затты құрастырып шығарады. Мен өзім мынау районға бірінші рет келіп тұрмын. Келе жатырмын, былай айтқанда. Тағы айта кететін нәрсе,
Жалпы бұл кісілер өте бір сондай бір намысқой, бір ұялшақ халық деп айтсақ та болатын шығар. Мысалында неге десеңіздер, білмеймін, мен өзіме солай көрінеді. Жаңағыдай бір-бірінен қысылған кезде де сондай, білмеймін, біздің менталитетке мүлдек бір сәйкес емес. Біздің ұялатын жерімізде олар ұялмайды. Біз мысалы ұяламыз ғой, біреумен біреу айқаласып сөйлесіп жатса ше. Ал бұл кісілер ондай нәрседен ұялмайды. Керісінше біздің ұялатын нәрсемізден бұл кісілер ұялмайды. Ал біздің ұялмайтын нәрсемізден бұл кісілер ұялады. Неге екенін өзім түсінбей ақ қойдым. Міне жерге осындай, былай айтқанда, жанғыш шам орнатып қойған. Телефонмен келе жатқан адамға да мысалы мынау қазір қызыл жанып тұр. Жасыл жанғанда телефон шұқылап келе жатқан адам байқап өте беруіне болады. Сосын мұнда тесіктерді көрдіңіздер ме? Решеткамен тұр ғой. Осыны бұлар құрдан-құр жасап қоймаған. Қарасаңыздар, көп жерден кездестіруге болады. Неге десеңіздер, бұл суды жаңағындай су ішіне қарай ағылып, жаңағындай су кетіп қалу үшін, суды кетіру үшін жасалған бір арнайы, былай айтқанда, жолдары. Және де анандай жерде колодец дейді ғой, құдықтар ше, беті темірмен жабылып тұратын құдықтар бар ғой бізде. Жанды, біз кеттік. Ал сол құдықтардың жалпы қақпақтары, темір қақпақтарын ешкім алып кете алмайды. Бізде ұрланып жатады, жаңағыдай көп қой, енді ондай жағдайлар жоғалып жатады. Бұл кісілердің жасап қойғаны ондай құдықтардың жаңағыдай қақпақтарына өздерінің белгілерін қойып қойған. Жаңағыдай милициялық белгілер бар өздерінің. Одан да бөлек міне жазулар тұр. Осындай жазуларды қарайтын болсаңыздар, бұны ешқандай темір қабылдайтын жер, былай айтқанда, қабылдамайды. Бұл сонысымен ерекше. Былайынан жүрейік. Міне тағы да электромобиль. Біздегіндей бар ғой, бізде жет деген осындай самокаттар, сондай самокаттары бар. Мен өзім әлі қолданып көрмедім, жүріп көрмедім. Бұндайға тегі қызықпайды да екенмін. Өте жақсы орналасқан. Міне мұнда адамдардың ары-бері жүріп тұруына ыңғайлы етіп, ойнағанына ыңғайлы етіп, бір саябақ жасап қойыпты. Өте керемет. Бұл жақта қай жаққа барсаңыз да, бір әр районның өзінің бір саябағы, жаңағыдай футбол ойнайтын бір алаңы көптеп кездестіруге болады сондай нәрселерді. Қарайтын болсаңыздар, міне біздің ана 5 этажды, 5 қабатты үйлер сияқты үйлер. Бұл жақтың көбінесе үйлері осындай болып салынады. Биік болады және астына қарай көлік қоятын көліктің тұрағы астына қарай тереңдетіліп қазылып, 2 немесе 3, 4, 5 қабатты, төменге қарай 5 қабатты, 6 қабатты көлік қоятын тұрақтар салынады. Ол енді жерінің тарлығына байланысты енді. Мұнда жөндеу жұмыстары болып жатыр екен. Қарасаңыздар, барлығы тып-тыныш, өздерімен өздері, ешқандай бір қырылып, соғысып атқан ешкім жоқ екен, тыныш екен. Мына қарасаңыздар, мына төбесінде жазылып тұр, қай автобус қанша минутта келетіні.
Бул жакта сосын жакшы жери мына материалдар тур ғой. Материалдар. Осы материалдарды ешкім еш жаққа алып та кете алмайды. Осында қалады. Жаңа кішкентай зат болсын, мүмкін ол жаңандай айтқандай валик, мүмкін скотч болсын, барлық заттың барлығы осында қалай тастап кетесіз, солай тұрады ғой. Неге десеңіз, барлық жерде камера, ешкіммен шаруасы жоқ. Ешкімнің затын былай айтқанда шұқылап алмайды. Ол болу мүмкін, ол анда-санда бір миллионның бір біреусі болмаса, ал былай айтқанда барлығы тыныш өз орнында. Осындай шлагбаумдарды көп көресіздер. Неге десеңіздер, көбінесе жаңағыдай жұмыс орындары болсын, мектеп болсын, кез келген бір офисіне бір жерге келетін болсаңыз, осындай бір шлагбаумдар тұрады. Міне велосипедтің дөңгелектерін қыстырып, велосипедті қоятын тұрақтар. Барлығын өте тиімді, қолжетімді еткізіп, барлық нәрсені ойластырып жасап қойған. Көрдіңіздер ме, мына жақта да алаң тұр. Анда жігіттер ойнап жүр екен. Қазір жақынырек барып түсіретін болам. Мына райондары дәл осындай көріністе. Ана жердегі тегі локациясы әдемі екен, жақынырек барсаң. Мына телефонның фокуста жөнді ұстап тұрған жоқ. Сол себепті кешіріммен қараңыздар. Мына адам жүретін жолға осындай қалай айтса болады, киіз дейді ғой біздің тілмен. Киіз сияқты бір палас дейміз ба, дорожка төсеп тастаған. Мұнда осындай бір төмпешіктер орнатыпты. Енді ойнағың келсе, барлық ойын түрлеріне ыңғайлы етіп осындай саябақтар жасап тастаған. Тағы не айтсақ болады бұл жақта. Ар жақта кішкентай балалардың ойнайтын бір горкалары. Мұнда үлкен кісілер міне тренировка жасайды, жаттығулар. Азанда да кеште де осындай бір үлкен жастағы ата-апаларды, әпкелерді, ағаларды көруге болады. Осы бір районның саябағы, жалпы адам көп келетін жер сияқты, менің ойымша. Ары қарай барып көреміз мұнда. Ары қарай шығалады ма екен, біз шығалатын сияқтымыз, кеттік барып көрейік. Мұнда қыздар, жігіттері жүр. Өздерімен өздері ойнайды әйтеуір. Айттым ғой, бағанағындай иттерін жалпы көп жәндерін де алып жүреді өздерімен бірге. Күшіктерін болсын, иттерін болсын. Бір үйде 2-3 иттен кейбір жерлерде алдында бір көріп қалғам. Жалпы мен ол жаққа алғаш келгенде осындай бір талдары маған өте қатты бір әсер еткен, бір шетелді көргенде бір өте сондай бір сезім болған. Мынандай талдарды көрмегенмін ғой мен өмірімде. Талына қарап қызығып жүргенмін ғой басында келе салып. Сіздерге бір пайдалы бір ақпарат болды деген ойдамын жалпы осы роликте. Осы пайдалы ақпарат болсын деген оймен де салып тұрмын. Жалпы Кореяға келемін, не істеуге болады, қалай жүруге болады, қай қаласына баруға болады деген жандарға енді былай ашып айтпасам да, мына қалаға келіңіз демесем де,
Жалпы мынау өзімнің қазір тұрып жатқан қаламмен, тыныс тіршілігімен таныстырып жатқан түрім. Егер осы бір сізге қызық болған болса, мүмкін осында келсеңіз болады. Енді өзіңіздің қалауыңыз. Қараңыздаршы, мына бір көріністің өзі бір тамаша көрінеді. Мында үлкен биік үйлерді жалпы бұл жақта апата деп айтады. Бұл жақта көбінесе Кәріс халқының өздерінің жергілікті тұрғындары тұрады. Өйткені бұл жақтың пожинкомы. Пожинком деген алдын ала төленетін, былай айтқанда депозит. Сол депозитті сіз үйден шығып бара жатқанда, мысалы 6 айға, мүмкін сізге 1 жылға берілсе, жаңағыдай контракты дейді ғой, келісім шартта. Сол уақытта сол ақшаңыз қайттан аласыз. Мысалы сол пожинкомдардың өздері кем дегенде 1.800.000, былай айтқанда 500.000-нан жоғары. Арендасы, ай сайынғы төлемақысы сол бір 500.000-нің ар жақ бер жағы болып қалады. Осында үлкен биік тұрғызылған үйлер. Сосын мен бір таңғалғаным жалпы. Мынандай орындықтар енді бұл жерде тұр ғой, сіздер көріп тұрсыздар ғой. Көшеде ары-бері жүретін адамдардың үлкен көшелерінде орындық таппайсыз. Неге екенін мен әлі күнге дейін түсінбей жатырмын. Мүмкін ойымша мынандай жалпы Кәріс халқы тұрып тек қана жүре береді да. Тез тірліктерін бітіріп алу керек, отыратын боларда уақыт жоқ. Сол себепті ондай жерге бір орындық орнатпаған сияқты. Енді дәл бір осы апаталардың ортасына қарай кіре берейін. Сосын айта кететін нәрсе, бұл жақта енді мынау кәдімгі қарапайым, қатты бір бай кісілер тұратын үйлер деп айтамайым. Сол себептеден де кейбір бай кісілер тұратын бір үйлер болады, бір шишамен қапталған, мүмкін бұдан да үлкен жаңа райондарда. Сол жақтан қолданып жүрген өздерінің ұнамай қылған заттарын, кішкене бір жеріне бір сырылып кеткен зат болсын, олар тастай береді. Өздерінің тастайтын орындары да бар. Қарасаңыздар, көлік бұл жақта Toyota, Lexus сынды, Mercedes, BMW-лар енді көбірек, немістердің көліктері. Көбіне бұл жақта өздерінің өнімдері Hyundai, Kia деген сияқты көліктер. Бағана айтып отқаным, жалпы мықты үйлерде өзінің заттарын тастап бір жерге қойып кетеді да, өздерінің жаңағындай керек заттарын шығарып. Сол керек заттарын адамдар алып, кейбір адамдар сол жақта жаңағындай кіретін кезде шлагбаум бар ғой, бағана айтып өттім ғой. Міне мысалы мына жақта күзет отыр. Осы күзеттерден сұрап, мүмкін сатып алады, мүмкін тегін қалып кетуі мүмкін, соны алып барып үйіне барып жуып тазалап, бұл кісілер тастаған кезде де ондай затты өздеріне жуып тазалап тастайды. Неге десеңіздер, егер болны тексеретін бір өзіндік қызметкерлер бар, сол кісілерді тексерген кезде бір тазаланбаған зат болатын болса, онда сол бір үйге штраф түседі. Ол үй тастаған кезде де бір сондай былай айтқанда стикерлерін жабыстырып, қай үйден шыққанын белгілеп солай қойып қояды. Міне шылым шегуі болмайды. Әрбір жерде көрінген жерде шылым да шеге алмайсың бұл жақта. Жалпы тағы айта кететін нәрсе өте негізі көп, айта берсең. Бұл жақта қарасаңыздар, аулалар өте таза. Міне бағана айтып өткендегідей, мен жаңағындай материалдар тұр мына жерде. Бірақ бұған ешкім тимейді. Ешкім бұны алмайды да. Ешкім бұны алмайды да, ешкім тимейді да. Бұлай айтқанда, біреудің заты біреуге керек емес. Бағанағындай арнайы бір қоқысқа тастамасаңыз, ол нәрсеге ешкім тимейді.
жүрө берсең көрө бересиң го. Жалпы мен билмейтин өзү көп нерселер бар негизинде. Бирок енді барынча сіздермен білетін нәрсемді бөлістім деп ойлаймын. Мына роликті басынан аяғына дейін қарап бірге болған жандарға алғысым шексіз. Осымен мынау видеомызды аяқтайық, иә. Байқасаңыздар да барлығы бір дубльмен, ешқандай кесілмей, монтажсыз сіздерге жетеді деген ойдамын. Барынша айтып түсіндірдім. Сіздерге қызық болса, бағанағыдай айтып өткендегідей лайктарыңызды басып, комментарияларыңызды жазып, каналға жазылып, Кореяға келем дейтін достарыңызбен, жалпы таныстарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісіп, осы каналды жіберіп қойсаңыз, одан да керемет ақпараттарды алдағы уақытта айтып жеткізетін болам. Ал ендеше сау саламатта болыңыздар. Бір бүгіндікке бір душевный бір әңгіме болды деп ойлаймын. Ойламаңыздар, бір онша емес районда жүр ғой деп. Керемет райондарды да көрсететін болам. Әзірге осындай бір көріністі сіздерге көрсету бұйырыпты. Ал баршаларыңызға күндеріңізге сәттілік тіледім.